Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге керемет болып шығатын бір ғана апельсиннен жасалатын апельсиновый соктың жасалуын көрсетемін. Білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте оңай әрі тез жасалады. Жаңа жыл күні отбасыңызға да, қонақтарыңызға да ұнайтынына 100% сенімдімін. Жасалу үшін бізге тек қана бір апельсин және де лимон ғана керек болады. Ең алдымен екеуін алып, жақсылап жуып, кептіріп қойып қоямыз. Енді біз апельсинімізді турайтын боламыз. Өз қалауынша, опля, вот, дайын болды. Осылай өз қалауынша домалақ немесе өзіңіз қалаған формада турай бересіз, кез келген форма болады. Енді лимонымызды да турайтын боламыз. Оппа, бұл да дайын. Айтпақшы, сүйектерді міндетті алып отырыңыздар, шыққан сүйектерін. Енді бұны пакетте салып қойып, тоңазытқышта 3-4 сағат қатыратын боламыз. Мұздататын боламыз тоңазытқышымызға салып. Ендігі кезек біз оны 3-4 сағат өткен соң шығарып, блендерлейтін боламыз. Немесе блендерлеріңіз болмай жатса, сіздер ет тартқыштан да өткізсеңіздер болады. Осылай салып, аздан сала отырып, толықтай блендерлеп аласыздар. Мен мінекей біттім, толықтай блендерлеп. Енді бұған 2 литр суымызды құятын боламыз. Сіздер менің айтып жатқан грамм рецептерді ұмытып жатсаңыздар, мен міндетті түрде описаниеде жазып қалдырамын. Сол жерден көріп алсаңыздар да болады. Енді осындай кружкамен, ыдыспен, яғни бір 200-250 граммдай қант қосатын боламыз. Және де оны ерігенше араластырамыз. Содан соң біз олардың апельсиннің және де лимонның седраларын сүзіп, басқа ыдысқа сит арқылы сүзіп аламыз. Осымен біздің шырынымыз дайын болды. Өте оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Өте дәмді болып шығады.